Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі дайындалуы өте оңай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстінен шым тұз салып, қантымызды салып, барлығын жақсылап аппақ болып көпіргенге дейін миксердің көмегімен араластырамыз. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Аппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сұйық майымызды және де осылай какаоның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осыны жаңағы массамыздың үстіне салып, барлығын миксердің көмегімен араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, осылай барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Біз осы кезде алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып алатын боламыз, және де осылай формамызға массамызды құйып 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің бисквитіміз дайын болғаннан кейін суытып, осылай 3 бөлікке бөліп тортымызды жинайтын боламыз. Енді арасына кремімізді жағып, тортымызды осылай жинап алатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, кремімізді теңдей 3 бөлікке бөліп, араларына жағып шығатын боламыз. Бетін өз қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Біздің тортымыз дайын болғаннан кейін 1,5-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сонда кремі сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте дәмді әрі құрамы да өте қарапайым. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.